түгендеп жіберейік. Бізде болуға тиісті 21 оқушы, иә? Болуға тиісті 21 оқушы. Кетіп қалған оқушылар бар еді. Мен қазір бір оқушыдан қателесуім мүмкін. Жақсы. Түгелденген сияқтымыз. Ондай болса, сабаққа қатысып отырған оқушылар плюс белгісін қойып өтсеңіздер. Сабаққа қатысып отырғандығымыздың белгісі ретінде әрі интернет байланысымыздың жақсы екендігінің белгісі плюс белгісін қойып өтіңіздер. Рахмет. Енді өткен сабақта біз қандай тақырыпта бастап едік? Сабақтарымызды, бөлімімізді кімнің есінде, нені талдадық? Жайық өзеніне Жайық өзеніне қатысты. Жайық қашып барады деген өлеңді талдадық. Жайық қашып барады деген өлеңді талдаған болатынбыз. Сол өлең негізінде біз үйге тапсырма табиғат пен адам және антропогендік, техногендік факторлардың табиғатқа әсері жайында қарап келіңіздер деп айтқан болатын. Енді бұл мақсат, үйге тапсырманы берудің мақсаты, біз бүгінгі сабақта жазылым мақсатын алып отырмыз. Сол жазылым мақсатында деректер мен дәлелдерді келтіру үшін үйге осы қарап келу деген, материал қарап келу деген осындай тапсырма берілген. Енді бөліміміз, қайтадан еске түсірейік, табиғат және адам деп аталады. Бүгінгі сабақта біз екі мақсатты көздеп отырмыз. Зере оқуға қандай мақсаттар екен? Қай кезде сабақ мақсатына жете аламыз? Апай, маған сіздің презентацияңыз көрінбей тұрған сияқты. Кімге көрініп тұр екен? Мен оқиын. Маған көрініп тұр, апай. Жазылым 4 түрлі жағдаяттарға сай өз ойын креативті жазу. Эссе немесе блог түрінде. Екінші мақсат мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. Яғни орфографиялық сауаттылықты сақтайды екенбіз. Ондай болса, егер біз жазбамызда құрылымды сақтасақ, дәлелдер келтірсек, креативтілікке жол берсек, орфографиялық нормаларды сақтасақ, әрі пунктуацияны дұрыс қолданатын болсақ, біз онда бүгін сабақтың мақсатына жетеміз. Жарайды. Енді сіздердің назарларыңызды мына экранға атақты күріш өсіруші Ыбырай Жақаевтың сөзіне аударғым келеді. Енді ойланыңыздар. Эпиграфты мұғалім не үшін берді? Сабақтың соңында осы сұрақтың жауабын беруге дайын болыңыздар. Дауыстап оқып жіберетін Бейбарс. Бейбарс оқиға. Апай, кешіңіз менде бағалау критерийлері әлі жоқ. Экраннан ба? Ауыспай тұрма. Кімде ауысып көрініп тұр? Де ауысып тұрады. Ал Дана оқиға. Біз табиғаттың өзін қайта түлететін ұрпақ. Жер, су, ауа, адам баласының ұрпағынан ұрпағына мұра болып келе жатқан мол қазына. Әрбір ағашты, әрбір бұтақты, жалғыз дәнді де ырдағаттылықпен сақтау, қамқор болу басты міндеттеріміздің бірі. Атақты күріш өсіруші Ыбырай Жақаев. Жақсы, рахмет. Ондай болса, мен чатқа мына Jamboard сілтемесін жіберемін. Сіздерде презентация да бар. Презентацияны ашып қарасаңыздар, алдарыңызда сілтемелер бар. Осы бойынша біз түлету дегенге 132 деген әдісіміз бар еді ғой. Сол 132 әдісімен осы түлету деген сөзге түсініктеме беріп көрейік. Кімде ашылды, кімде ашылмай жатыр, хабар беріп отырыңыздар. Сілтеме барды ғой барлығымызға, Енді түлету
Жалпы төлеу дегеннің мағынасы не? Төлеу деген не? Төлеу. Дамиля, сіздің ойыңызша төлеу деген не? Байланыс болмай қалды. Жұлдыз, сізде байланыс қалай? Төлеу деген не? Төлету. Төлеу деген ол жаңадан жаңғыру деген мағынада ғой. Жақсы. Ондай болса, сіздердің назарларыңызды экранға аударғым келіп тұр. Онда төлеу дегеніміз 132 әдісіне салатын болсақ, жасарту, жаңадан ойлап шығару, қайта жасау дегенді білдіреді. Мына жерде бос орынды қойып қойдым. Тағы кімнің қандай білдіретін пікірі бар. Жасарту дегеніміз өсіру. Жануарларға байланысты айтады ғой, олардың несін жүні түледі деп айтады. Сонда не істеді деген сөз? Қайта дамып, ол жаңа басынан шығады. Жаңадан басынан бастап қайтадан шықты деген сөз, яғни 132 әдісіміз қайтадан өсіру, жаңғырту, бір нәрсені қайтадан жасап шығару, басынан бастау дегенді білдіреді екен. Жарайды, есімізге түсіріп, бос орынға бір сөзді біз жануарлардың үстіндегі түгінің қайтадан шығуымен байланыстырып қойды. Рахмет. Енді мына суреттер ненің суреті? Бұл ненің суреті? Мұғалім неге көрсетіп отыр бұны? Су көздері. Су көздері, Темірлан, бұл су көздері, Мынау бірінші тұрған немене су? Қайдан келіп жатыр? Өзінен өзі шығып жатыр ма? Дұрыс айтасыз. Жер асты суы, артезиан құдығы. Сіздер географиядан білесіздер, артезиан құдығын қалай орнатады? Артезиан құдығын. Үлкен 300 метр турбаларды жер асты суына күшпен, астындағы қысыммен суды алып шығады, күштеп алып шығады. Ал негізінде су қалай болу керек дейді? Су туу керек дейді. Яғни тұма дейміз, тұма. Немесе родник. Вода родилась дейді, туған су болу керек екен. Сөйтіп табиғат өз баласына суды жарыққа шығарып туғызып береді екен. Ал енді біздің чатымыз бар, сіздер білесіздер. Осы жерде чатқа мына пікірді жаза қойыңыздар. Өздеріңіздің тұжырымдарыңызды, яғни пікіріңізді. Ашық және жабық су қорларын сақтаудың жолдары. Мінеки, мұнда тұма, шегендеулі құдық, ауылдағы құдықтар, сосын өкіметтің орнатқан құдығы, одан кейін артезиан су қоймасы берілген. Енді осы су қоймаларды біз қалай сақтауымыз керек? Ашық су қоймалары бар, су өзендер бар. Осыны былай сақтауымыз керек дейтін болсаңыз, сол пікіріңізді мына чатқа жазып жіберсеңіз, біз оны смайликтер арқылы бағалап, бір-бірімізді бағалап жібереміз. Тапсырмамыз түсінікті ма? Дамиля, естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Жақсы. Ашық және жабық су қорларын қалай сақтауға болады? Ашық және су қорларын біз қалай сақтауымыз керек? Ол үшін не істеуіміз керек?
Дастан. Иә, ауызша пікіріңізді тыңдайын деп едім. Бағжан, Суларды бекер құртылмауы үшін оны қадағалап отыру керек, себебі көбісі өздерінің егіншілігіне немесе мал шаруашылығында суды өте көп алып қойып, оның сарқылуына алып келеді. Өте жақсы. Рахмет. Яғни бейберекет пайдалану су көздерінің сарқылуына алып келеді. Осылай деп жазсаңыз болады екен сөйлемді. Сөз тіркестерімен беріп жатырмыз. Тазартатын. Жарайды, оны да қабылдайық, шешім деп қабылдайық. Яғни біріншіден қалдықтарды төкпеуіміз керек, екіншіден ластанғандарын тазалауымыз керек. Эссе жазғандарға осы бір екі пікіріңізді эссе жазған уақытта әрі қарай дамытып, негізгі бөлімде дәлелдерімізден келтіргеніңіз дұрыс болады екен. Жақсы. Иә. Суды ластанған үшін айыппұлдар салу дейді Бейбарыс. Бөгеттерді қоймау депті Бейбарыс. Айыппұл, иә. Айыппұл деп жазды Тамирис. Жарайды. Және енді бұнда критериіміз 1 балл смайлик, 2 балл бас пармақ, 3 балл жүрекше. Енді бағалап жіберейік, кімге қандай жүрекше қоямыз. Егер смайлик болса, онда сізде 1 балл, иә. Егер бас пармақ болса, онда 2 балл, егер жүрекше болса, онда біздің 3 баллымызды алдыңыз деген сөз. Жақсы. Жазып болғандарымыз басқалардың жазбаларына баға қойып шығайық. Бір-бірімізді бағалап. Кешеде. Тамаша, Өмірбек, жазбаңызды оқып отырмын. Өте жақсы. Қараусыз ағып жатқан сулар қаншама, иә? Артезиандарды қарамаққа алу қажет дейді. Рахмет. Жақсы. Енді әрі қарай бізде уақыт кішкене тығыздау. Жауап берген оқушыларға рахмет айтамыз. Ал енді әрі қарай осы ойымызды дамыту үшін біз мына Classroom, Google Classroom'да мына бір сауалға таңдау бойынша жауап берейікші. Қайсысын таңдайсыз? Бірінші сауалымыз артезиандарды жауып тастап, кәдімгі бұлақтың суын пайдалану керек. Осы дұрыс па? Екіншісі, Сырдария мен Әмударияның өзен суларын реттеп, Арал теңізін сақтап қала аламыз ба? Осы екеуінің біреуін таңдайсыздар. Біреуін таңдап, мен бірінші жіберген сілтеме бұл артезиандарды жабайықта, нені сақтайық, бұлақ суларын пайдаланайық деген пікір. Екіншісі бұл Әмудария мен Сырдариядағы суды реттеп, Аралды сақтап қала аламыз ба деген сілтеме болады. Бұны біз Google Classroom'да орындаймыз. Екіншісі сол. Екіншісінің де сілтемесі кетті. Екеуі шықты, иә. Енді ондай болса, біз осы жерде бағалау дескрипторын мынадай. Көтерілген мәселеге қатысты пікіріңізді білдірсеңіз, өз ойыңызға дәлел айтсаңыз, және орфографиялық норманы сақтасаңыз болды. Енді бұл бізде қалай көрініс алып тұр? Қазір көрейік. Мұнда мен сіздерге уақытты тиімді пайдалану үшін дайын жауаптың үлгісін бердім. Сіз қайсысын таңдайсыз? Бірінші сауалымыз біздің, иә? Сіз қайсысын таңдайсыз? Қайсысын аласыз? Екі түрлі пікір бердім, соны қайсымен келісесіз? Жанына, Дастан, Дана кіріпсіздер. Жанына белгілеу қойып кетіңіздер. Одан біз қанша оқушы нені таңдады, соны қарап өтеміз.
екі түрлі пікір, иә, келісу, келіспеу. Екінші сауалымызды көрейік. Қазірше менде 5 оқушы кіріп отыр. Иә, мұнда да екі пікір, екі түрлі пікір берілген. Соны қайсымен келісесіз, қайсымен келіспейсіз. Соны таңдайсыз. Мен мына жерде статистикасын көремін. Менде біраз оқушы Амудария мен Сырдарияны таңдаған екен. Менде Машақта да. Жақсы, бұл таңдау бойынша, иә? Ендеше біздің 21 оқушымыз осы жерде мен жауап берді деп ойлаймын. Қазір қалай жауап бергендеріңізді көрейік. Қайсысын таңдадыңыз? Ақнұр. Ақнұр, байланыстасыз ба? Осы қанша оқушы қай бағытты таңдады екен, мен қазір сіздерге нақты жетемін. Статистикасын уақытымыз қорытындыға жету керек. Біз Padlet тақтасында сіздерге мына жұмысты ұсынамын. Жаңа біз енді пікірлерді оқыдық қой, қайсымен келісеміз, қайсымен келіспейміз дегенді. Ендеше мына Padlet тақтасын көрейік. Осы жерде әртүрлі етіп орналастыруға болады пікірлеріңізді. Неге сіздің оқып алған пікіріңіз бойынша мен екі түрлі сауал жолданғанмын. Әрі қарай енді қайтеміз, толықтырып жазамыз. Толықтырып жазу үшін сіздер мына жақта, оң жақта төменде қызыл. Осыны басасыздар. Қызылды басасыздар да өзіңіздің пікіріңіз жазасыз. Өзіңіз пікіріңіз жазасыз да, кез келген орынға бүйтіп жылжытып қойсаңыз болады. Мынау басқа пікір. Мынау басқа пікір. Егер осы пікірге келісетін болсаңыздар, онда оң жаққа қарай жазасыздар. Егер мына пікірмен келісетін болсаңыздар, онда өз дәлелдеріңізді осы оң жақ тақтаға жазасыздар. Оңға, солға деп ауыстырып отырсаңыздар болады. Тапсырма кімге түсініксіз? Бағалау бізде былай жүреді. Қанша балл? 5 балдық жүйе. 5, 4, 3, 2, 1 деген сияқты. Осы бағалау осылай бізде жүзеге асады. Қазір тапсырма кімге түсініксіз? Егер түсінікті болса, онда өзіңіздің мұна менің ойымша деп келісетін пікіріңіздің аяқ жағына дәлел. Яғни біріншіден, екіншіден қорытындылай келеді дегендеріңізді жазыңыздар. Бағалау жүйесін түсіндірдім. Әсем, байланыстасыз ба? Жалпы өзі не түсіндіңіз? Кішкене қорытындылап жіберіңізші. Бағанағы осы сабақтан оқуларының, яғни бүкіл адамзат үшін маңыздылығын түсіндім. Яғни әр адамның пікірі әртүрлі болады, және де осы пікірлерді біріктіре отыра біз әртүрлі мәселелердің шешіміне келе аламыз. Шешім таңдай аламыз, Ал енді сұрақ бағанағы Ыбырай Жақаевтың пікірін, яғни әр дәнді ыждаһаттылықпен сақтауымыз керек дегенді мұғалім не үшін келтірді екен? Экранға тағы бір назар аударып қояйын. Біз Әсем. Бұл эпиграфты мұғалім, яғни сіз бізге жалпы тақырыпты түсіну үшін бердіңіз, яғни осы кісінің сөзі біз келтірген мәселелерге және де біз қараған мәселелерге тікелей байланысты, яғни оның ішінде
суды сақтап қалу жолдары біздің өмір сүруімізге өзінің әсерін тигізеді. Егер де біз табиғатпен етене тұра өмір сүрмесек, онда біздің өміріміз қазіргідей бола алмайды. Егер де біз осы табиғат ресурстарын сақтамасақ, онда біз яғни дами алмай қаламыз. Шаруашылық, әртүрлі сфераларда. Сонымен қоса тамақ, яғни азық түліктен айырылып қаламыз. Сондықтан суды сақтамау адамның тіршілігіне қажетті нәрселердің бәрінен айырады екен, иә? Жақсы, рахмет. Ондай болса, біз жазба жұмысымызды жалғастыра береміз. 15 минут үзілістен кейін сіздермен қайтадан кездесеміз. Жақсы, демалып келіп, ары қарай жазылым жұмысын жалғастырамыз. Жазылым жұмысының барысында талқылаулар жасап, бір-бірімізді бағалаймыз. Үзіліс.